Ақжол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің орынбасары Жұманғаринға. Жақында Маңғыстау облысында мектеп асханасында 460 адамның улануы жұртшылықты дүр сілкіндірді. Жүргізілген эпидемиологиялық тексерудің нәтижелері болжағандай өрескел санитарлық бұзушылықтар анықталды. Өкінішке орай, бұл факт жалғыз емес. Тек Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің санэпидбақылау комитетінің ресми деректері бойынша 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында Қазақстанда жаппай тамақтанудан уланудың 10 жағдайы тіркелген. 215 адам зардап шекті, оның ішінде 103 балалар. Уланудың жалпы санының 60% қоғамдық тамақтандыру объектілеріне, 20% білім беру объектілеріне, қалған 20% сауда объектілеріне тиесілі. Уланудың барлық жағдайлары немесе өмір мен денсаулыққа қауіпті тауарларды сату фактілері қанша екенін ешкім білмейді. 2019 жылы мемлекет басшысы Тоқаев өзінің алғашқы жолдауында бизнес өкілдері санитарлық эпидемиологиялық саладағы нормалар мен ережелерді бұзатын болса, ондай компаниялар жабылып, иелері жауапкершілікке тартылады деген болатын. Ақжол фракциясы адал кәсіпкерлердің мүдделерін қорғай отырып, аталған тапсырманы әрдайым қолдауда. Мәселен, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң жобасын талқылау шеңберінде біздің фракция әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сапасы қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін өнімді айналымнан мәжбүрлеп қайтарып алуды ұсынған болатын. Қауіпсіздік талаптарға, техникалық регламенттерге сәйкес келмейтін немесе оларды растаусыз өнімді өткізу, дерек тоқтатылуы, ал адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін тауарлардың өзі нарықтан алынып тасталуға және жойылуы тиіс деген болатынбыз. Үкімет өз қорытындысында ойдан құрастырылған және негізсіз себептермен біздің ұсыныстарымызды қолдаудан бас тартты. Естеріңізге сала кетейік, Ақжол фракциясының 2013 жылдан бастап техникалық реттеу саласында тәртіп орнату мәселесін көтеріп келеді. Өйткені ол өнеркәсіптік және тұтыну өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың техникалық регламенттермен анықталуына байланысты ерекше өзектілікке ие. Сол кезде біз жозықсыз импорттаушылар азаматтарымыздың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін өнімдерді кедергісіз әкелген кезде мысал келтіргенбіз. Тіпті анықталған жағдайдың өзінде оларды тек айыппұл ғана күтеді, ал тауардың өзі тәркіленбейді. Миллиондаған долларлық айналымда мұндай жаза тек келкі мазаққа шақырады. Мәселен, Шығыс Қазақстан импорттаушыларының бірі 130-дан астам рет осындай айыппұлдар төлеп, бұл оған көптеген жылдар бойы улы ойыншықтарды әкелуді және балаларды улауды жалғастыруға кедергі болмаған. Осы орайда барлық регламенттер мен стандарттарды сақтай отырып, шығарылатын өнімді әрдайым кәсіпкердің назарын және жауапкершілігін талап етеді. Ал бұзақылық және тауар сапасын үнемдеу әрдайым тиімдірек. Көбінесе пайда табу үшін мұндай қулар технология бұзады. Осылайша жүздеген адамдардың, соның ішінде балалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнеді. Қазақстан Республикасы парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес үкіметтің депутаттарға түзетулер енгізуге қорытындысын бюджеттің шығыстары мен кірістеріне қатысты мәселелер үшін ғана талап етіледі. Ал біздің түзетулеріміз азаматтардың өмір қауіпсіздігіне қатысты екендігін атап өту қажет. Осыған байланысты үкіметтің теріс қорытындысына қарамастан біз үкіметтің ұсынысымен үзілді кесілді келіспейтінімізді білдіреміз және заң жобасының талқылау барысында өз ұсыныстарымыздың талап ететін боламыз. Сонымен қатар, Ақжол фракциясы үкіметтің сапа мен қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарларды айналымнан шығарып алу механизмдерін енгізуді талап етеміз. Жоғарыда айтылған оқушылардың жаппай улануы осындай механизм жоқтығының тікелей нәтижесі деп санаймыз. Оның жауапкершілігі осындай ұсыныстарға қарсы шығатын шенеуніктердің мойнында. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары.